Сарбаз жасөспірімдер әскери патриоттық қозғалысы республикалық қоғамдық бірлестігі Нұр-Сұлтан қалалық филиалының ұйымдастыруымен бүгін жастар жасөспірімдер арасында жеңіл атлетика марафоны аталып өтті. Бүгінгі марафонның негізгі мақсаты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаның тапсырмасына сәйкес 2022 жыл балалар жылы деп атап өткен. Осы балалар жылына орай Нұр-Сұлтан қаласындағы жасөспірімдерді жастарды спортқа баулу, спортқа тарту мақсатында ұйымдастырылып отыр. Спорт денсаулық кепілі демекші, спорт әр азаматтар мен азаматшалар айналысатын және күнделікті дағдыға айналдыратын дүние болып табылады. Сол себепті Нұр-Сұлтан қаласында барша жастарды спортпен айналысуға шақырамыз. Бірінші жолында алам деп ойлаған жоқпын, кішкене қобалжулар болды. Өте тартысты өтті ойын. Осындай жарыстар көптеп ұйымдастырылып тұра берсін. Нұр-Сұлтан әкімдігіне үлкен рахметімді айтамын.